ұрыны отырғызып кеткен соқыр әнші. Итальян ертегісі. Ертеде екі көзі суқарыңқы, жәрмеңкелер мен базарларды таяғын тақылдатып кезіп жүріп, елдің көңілін әнмен көтеріп, тиын-тебен табатын бір соқыр әнші болыпты. Күндер айларға жалғасып, оның жан қалтасына 100-дей ділда жиналып қалыпты. Ділдаларын қояр жері жоқ. Бұл бейбақ бір күні даладағы бәйтеректің түбіне жасырып көміп тастапты. Бұл құпиямды ешкім көрген жоқ деп ойлаған бұл соқыр байғұс маңында шөп отап жүрген сараң байдың байқап қалғанын қайдан білсін? Соқыр әншінің бәйтеректің түбіне күйбеңдеп, әлденені көміп жатқанын көрген бай, ол ұзап кеткен соң бәйтеректің түбіне жетіп келіп, дереу қаза бастапты. Ораулы 100 ділданы тауып алып, қуанып, қойнына тығып, үйіне қайтыпты. Арада біраз күн өткен соң аздаған ақша алу үшін соқыр әнші белгілі бәйтерекке келеді. Ары қазып, бері қазып, көмген ділдасын таба алмайды. Бар кінәні өзінің соқырлығынан көріп, жасып, жылап кері қайтады. Ары ойлап, бері ойлап, соқыр әнші ділдасын қайтарып алудың бір амалын тапқандай болып базарға келеді. Қазір ғана өзі ойлап шығарған өлеңін әнге қосып, қайталап айтумен болады. Жан білмейтін жерге барып, 100 ділдамды көміп кеткем. Тағы да 100 ділда салып, дәл сол жерге қоям ертең. Соқыр әншінің құрған жоспары дұрыс шығады. Ділдасын ұрлаған әлгі сараңбай да осы базарда жүр екен. Соқыр әншінің салған әннің құлағына шалып қалып, анықтап қайта-қайта тыңдайды. Мына соқыр әлгі жерге тағы да 100 ділда қосып қоймақшы екен. Егер онда барғанда бұрынғы 100 ділдасын біреудің алып кеткенін білсе, келесі 100 ділдасын ол жерге көмбеуі мүмкін. Ол жерге емес-ау, тіпті өзге еш жерге бұдан кейін ешқандай ділда көмбеуі мүмкін. Сондықтан мен мына 100 ділданы орнына қойып, ертең неге 200 ділда етіп алмаймын деп ойлаған сараңбай өз тапқырлығына өзі риза болып, қатты қуанып, бәйтерек жаққа құстай ұшады. Ертесіне сараңбай әлденені бәйтеректің түбіне тағы көміп жатқандай болған соқыр әншіні бұғынып тұрып сырттай бақылап, алақанына түкіріп, соқыр әнші көзден ғайып болғанша зорға шыдайды. Жүгіріп барып бәйтеректің түбін тырналап қанша қазса да 200 түгілі 100 түгілі бір ділдада таба алмай, аузы аңқияды да қалады. Соқыр әнші обыр байды осылай тақыр жерге отырғызып кеткен екен.